сәл лохтау балдар болады ғой. Біреу тиісіп атса, анда барып, тиіспесе деп ше, сөйтіп жүресің да. Сондай дос бала болды. Бір күні армияға кететін болды. Армияға кетті, сөйтіп уақыт өтеді. Бір жылдан кейін ана келеді ғой. Дух жинап алған кәдімгідей ше, әңгімесі өзгеріп кеткен. Тағы бір күн маған звондайды. Манас, осындай бір жерге барып, мынаны істеп тастау керек, барып істеп тасташы дейді ма? Қумаш деймін ғой маған ше. Короче, осындай істемесең айырам дейді ғой маған ше. Жынсың ба? Кел сөйлесек, паразан барма деймін ғой маған ше. Ана өзіме сеніп тұрмын, ана алып тастайтын ба ше. Сосын барамдан мен төбелесем паразан. Айырам анан ше кәдімгідей. Сөйтіп 5-6 бала бар ғой араласатын. 5-6 баланың барлығымен паразан төбелесіп шығады сөйтіп ше. Тура сол баяғыдай қайттан чорт қылып жіберді.